Бүгін біз жобаның құнын, жоспарлау процестерін талқылаймыз. Қандай кірулер мен шығулар бар, қандай құралдар мен әдістер қолданамыз, және, әрине, жобаның бюджеті қалай жасалады деген сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Жобаның құнын басқару процесі жоспарлау кезеңінде бюджет қалай қалыптасады, қандай бастапқы мәліметтер қажет екенін анықтаумен байланысты. Бүгін осы сұрақтарды жан-жақты қарастырамыз. Оларға құнды жоспарлау, құнды бағалау және бюджет қалыптастыру процестері кіреді. Құнды жоспарлау кезеңінде алдымен біз жобаның қандай жұмыс атқарылатындығын және осы жұмыстарға қандай ресурстар қажеттігін анықтаймыз. Бұдан кейін жобаның әрбір әрекеті бойынша баға қойылып, бюджет құрылымын құру үшін барлық қажетті мәліметтер жинақталады. Осы кезеңде біздің мақсатымыз жоба бойынша барлық жұмыстың құнын есептеп, жоба бойынша қажетті барлық шығындарды белгілеу. Бұл кезеңде біз жобаның құнын анықтау үшін әртүрлі әдістерді қолданамыз. Жоба бойынша барлық іс-шаралар мен тапсырмаларды бағалау үшін бірнеше құрал мен әдіс бар. Олардың бірі аналогия бойынша бағалау әдісі. Мұнда біз бұрынғы жобаларға ұқсас жұмыстарды алып, олардың құнын салыстырып, жаңа жобаның құнын болжауға тырысамыз. Бұл әдіс әсіресе көп тәжірибесі бар компаниялар үшін тиімді, себебі олар бұрын жүзеге асырылған жобалардан алынған мәліметтерді пайдалана алады. Бұл әдіс бойынша біз жоба параметрлеріне байланысты баға қоямыз. Мысалы, егер бір шаршы метрді жөндеу құны белгілі болса, онда белгілі бір аумақтағы жөндеу жұмыстарының құнын есептеу оңай болады. Сонымен қатар, біз жұмыстың пакетін бастапқы деңгейден жоғары қарай көтеріп, барлық жұмыстардың бағасын қосу арқылы құнды бағалай аламыз. Бұл әдіс ұсақ операциялардан басталып, жоғары деңгейге дейін жеткізіледі. Бұл әдіс бойынша біз болжамды ресурстар мен уақытты есептейміз. Бұл әдіс арқылы біз тек ықтимал шығындарды ғана емес, сонымен қатар тәуекелдерді де ескере аламыз. Бұл әдіс жобаның қаржылық ұсыныстарын талдауға негізделген, және коммерциялық ұсыныстарды салыстыру барысында ең тиімдісін таңдауға мүмкіндік береді. Резерв, әдетте, жобаның жалпы құнынан 10 пен 30 аралығында болады, және бұл қор тек қана күтпеген жағдайлар немесе жоғары тәуекелдер туындағанда пайдаланылады. Бұл резервтің дұрыс қолданылуы жобаның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.